Құрметті әріптестер, бүгін Zoom каналында экранды қалай, Zoom каналымен қалай жұмыс жасаймыз. Оған аккаунт беріледі сіздерге, сол аккаунтты қалай кіргіземіз, сол туралы түсіретін болам видеоны. Қазір Zoom-ды ашайын. Сіздердің экрандарыңызға Zoom каналы осылай ашылады. Zoom каналы. Осы жерге мына жерге сіздер өздеріңізге берілген аккаунтты жазасыздар. Қазір мен аккаунтты жазайын. Одан кейін пароль жазасыздар. YT деп кіресіздер. Одан кейін бізде главный страница ашылады сіздерде. Осы главный страницаға алдын ала жоспарлайтын болсаңыз, запланировать-тың ішіне кіріп, конференцияның атын, күнін, уақытын, қанша сағатқа созылатынын, идентификатор керек или автоматически ашылатынын, сол туралы барлығын белгілеп, запланировать басасыздар. Ал егер сразу ашатын болсаңыздар, новая конференцияны басасыздар. Новая конференциядан кейін сразу сіздерге ашылады. Мына жерде енді видеоны мен қазір қосамаймын, өйткені рекордер жазып жатырмын, қазір запись жазып жатырмын, сондықтан сол камера сол жақта қолданылып жатыр. Міне, осылай сіздер конференцияны создавать етесіздер. Мына жерде дауыстарыңызды өшіріп қоссаңыздар болады. Мына жерде видео камераларыңызды өшіріп қоссаңыздар болады. Одан кейін участники деген бөліміне кіресіздер. Егер сіз конференцияны создавать еткеннен кейін, сізде астында мына пригласить деген кнопка шығады. Осы пригласить деген кнопканы басқаннан кейін, мына жерге бізде копировать ссылку приглашение деген бар. Осыны көшіріп аласыз. Одан кейін WhatsApp-тарына сіздер осылай ол сілтемені тастайсыз. Осы сілтеме арқылы сіздің студенттеріңіз спокойно кіретін болады. Bir minut. Мысалға мен қазір осы сілтемені Нилуфарға жіберем, қосыл деп, және Бағдатқа жіберейін. Бағдатқа сілтемені осылай жіберем. Одан кейін бұл сілтемені басып, қазір Бағдат қосылады конференцияға. Қазір қосылды Бағдат. Қосылғаннан кейінгі нәрсені көрсетейін сіздерге. Міне Бағдат сатып алды келіп тұр. Принять дегенді басасыздар. Принятты басқаннан кейін уже Бағдат участниктердің ішіне қосылады. Яғни Бағдат қосылды қазір. Дауысын шығарып жатыр қазір. Видеоңды қосты. Міне Бағдат қосылды. Дәл осылай конференцияны жүре бересіздер. Конференцияны егер дауысын жібере салыңыз. Конференцияны запиське басып алатын болсаңыз, сіз мына жерде запись деген кнопка тұр. Осы кнопканы басып, записывать на этот компьютер деп осы кнопканы басасыз. Міне, уже запись жүріп жатыр сізде. Бұл видео сақталып жатыр деген сөз. Одан кейін сіз рабочий столыңызды көрсетуіңіз керек болады студенттерге. Ол үшін демонстрация экран жасайсыз. Демонстрация экран деген кнопканы басасыз. Одан кейін таңдайсыз қандай демонстрация жасау керек екен. Мысалға менде экран 1, экран 2 дейді. Менде 2 монитор болғандықтан 2 монитордың біреуін таңдаймын. Бірінші монитор таңдаймын, одан кейін астында галочка тұрады мына жерде совместимое использование звука компьютера и оптимизация для полного экранного просмотра. Осыны басқаннан кейін сізде уже экран кетеді, бірақ мына экранды сіз уже полный экранды түсіріп атады. Демонстрация экран сізде мынандай өшеді, мынандай болып қалады. Өйткені сіз рабочий столыңызды ол студенттерге, оқытушыларға көрсетіп жатсыз деген сөз. Рабочий столда қандай жұмыс істейсіз, оны қатысушылар көре алады.
Одан кейін остановить демонстрацию қызыл кнопканы бассаңыз, сіз қайтадан өзіңіздің экраныңызға келесіз, яғни видеоңызды өзіңіздің ары конференцияны жүргізе бересіз. Дәл осылай барлық конференцияны жүргізесіздер. Ұмытып кетпеңіздер, міндетті түрде запись басылу керек. Ол запись біткеннен кейін, мысалға мен қазір Zoom аяқтаймын. Завершить конференцию для всех. Яғни Zoom аяқталды. Zoom аяқталғаннан кейін сізге мынандай экран келеді. Бұл записті басып алайын деген сөз. Міне басқаннан кейін сразу сізге видеосын шығарып береді. Ол видеоға сіз атып бересіз. Мысалға бір топтың атын жазайын. ETB 918 деген сияқты. Осы топқа өткен конференция деп мысалға сақтап қоясыз. Одан кейін сразу аша берсеңіз болады уже. Уже запись режиссированы. Записке басып алдым да. Қазір демонстрация экран көрсетеді. Мен демонстрация болады. Өйткені сіз рабочий столыңызды студенттерге демонстрация экран жасағаныңыз көрінеді осылай. Дәл осылай болды. Дәл осылай енді сабақты жүргізе береміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің Түркістан Ахмет Яссауи колледж YouTube каналымызға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді сол жерде сұрасаңыздар болады. Біз барлық сұрақтарға жауап жазамыз.